Түрік қағанаты 6-8 ғасырларда Еуразия құрлығында үстемдік құрған тарихи маңызы зор көшпелі империя. Ол түркі тілдес тайпаларды біріктіріп, Қазақстан, Орталық Азия, Моңғолия, Сібір және Шығыс Түркістан аумағын алып жатты. Түрік қағанатының тарихы екі кезеңге бөлінеді. Біріншісі түрік қағанаты 552-603 жылдар аралығы. Алтай өңірін мекендеген Ашына руынан шыққан Бұғын қаған жужандарға қарсы соғыста жеңіске жетіп, түрік қағанатын құрған болатын. Билеушілері Бұғын қаған, ол қағанаттың күшейген кезеңі болатын, ал Іштемей қағанаттың батыс бөлігін басқарған болатын. Батыста Қара теңізге дейін, солтүстікте Қытайға, оңтүстікте Әмударияға дейін жерді алып жатты. Сыртқы саясаты Ұлы Жібек жолын бақылау үшін Сасанидтік Иранға қарсы Византиямен одақтасқан болатын. 563-567 жылдары Иранмен бірігіп Ефталиттерге қарсы соғыс жүргізді. 576 жылы Византиямен дипломатиялық қарым-қатынас орнатқан болатын. Ыдырау себебі 603 жылы ішкі талас-тартыстар және де Қытайдың Суй әулетінің дипломатиялық және әскери қысымы салдарынан мемлекет екі қағандыққа бөлінді: батыс және шығыс түрік қағанаты болып. Батыс түрік қағанаты 603-704 жылдар аралығы. Бұл Қазақстан тарихында ерте орта ғасырлық кезеңдегі ең маңызды мемлекеттердің бірі болатын. 603 жылы біртұтас түрік қағанаты ішкі саяси қашықтықтарға Қытай әулетінің себебіне байланысты екіге бөлінгеннен кейін пайда болған. Аумағы батыс түрік қағанатының кең болды. Ол солтүстік-батыста Еділ, Кубань өзендерінің төменгі ағысынан бастап оңтүстік-шығыста Іле-Шуға дейінгі аралықты алып жатты. Оған Жетісу, Орта Азия және Шығыс Түркістан аймағы кірген болатын. Қағанаттың саяси және этникалық өзегі Жетісу өзенінің өңірінде қалыптасты. Астанасы Суяб, ал жазғы ордасы Мыңбұлақ. Қағанаттың негізгі этникалық саяси ұйытқысы Онық Бодын деп аталды. Ол одақ екі ірі тайпадан тұрған болатын: Тулу және Нушеби. Қоғамдық құрылымы қаған, ол Ашина руынан шыққан болу керек. Лауазымды тұлғалар Ябғу, Шат, Ультебер. Тұтындар қағанның бақылаушылары, бағыныштегілерден салық жинаушылар болатын. Бектер жергілікті жердегі қағанның тірегі, қарабын, ол қарапайым халық, тат, тәуелді және алым салық төлеуші халық. Қағанаттың күшейген кезеңі ол Шегу қаған тұсында болатын. Мемлекеттің шығыс шекарасын Алтайға дейін, ал батыс шекарасын Тарым мен Памирге дейін жеткізіп, қағанаттың іргеңін ықпалын күшейткен болатын. Тон қаған батыс түріктің ең қуатты билеушісі. Орта Азиядағы басқару жүйесін қалыптастырды. Бағыныштегілерге қатаң бақылау орнатып, алым салық жинауға тұтындарды жіберген болатын. Батыста белсенді сыртқы саясат жүргізіп, Иранға қарсы Византиямен одақтасқан болатын. Қытай деректерінде батыста варварлардан ешқашан осындай қуатты болған жоқ деген мәліметтер бар. Тон қаған үлгіленген Тулу және Нушеби одақтары арасында алауыздық пайда болып, билік үшін ұзаққа созылған соғыстар басталды. Және де қағанат әлсірегенін пайдаланған Қытайдың Таң империясы 659 жылы Жетісу өңіріне басып кірген болатын. Осы шабуылдар қағанаттың әлсіреуіне және тәуелсіздігінің айырылуына себеп болды. Қағанаттың соңы 704 жылы батыс түрік қағанатының орнына Жетісуда Түргеш қағанатының пайда болуы және оның тарихи сабақтастығы жалғасты. Шаруашылығы қағанатта мал шаруашылығы кеңінен
дамыды. Ал Шу іле Талас өзендерінің бойында суармалы егіншілік дамыған болатын. Және де 7 ғасырда түріктердің жазба мәдениеті дамыды. Сауды тілінде жазылған, бірақ түркі қағандарының атынан соғылған теңгелер табылған болатын. Батыс түрік қағанаты қазақ мемлекетінің жетісу жеріндегі аса маңызды кезеңі. Ол кейінгі түргеш, қарлық, қарахан мемлекеттерінің іргесін қалап, көшпелі және отырықшы мәдениетті қалыптастырды. Шығыс түрік қағанаты 603-630 жыл. Алғашқы шығыс түрік қағанаты 603-630 жылдар аралығы. 603 жылы ішкі алауыздық пен Қытайдың әсерінен біртұтас түрік қағанаты екіге бөлініп, шығыс түрік қағанаты пайда болды. Орталығы Моңғолияның өткен аймағы. Күшейген кезеңі Шебей қаған тұсында Қытайға қарсы соғыстар жүргізіп, мемлекеттің тәуелсіздігін сақтады. Қағанат ішкі дағдарыстар себебімен 603 жылы Қытайдың шабуылы салдарынан әлсіреп, 30 жылға жуық Қытайға тәуелді болды. 682-744 жылдары бұл кезең көк түріктер немесе екінші түрік қағанаты деп аталады. Ол түрік халқының Қытай бодандығына азат етіліп, мемлекеттің қайтадан қалпына келтірілген кезең болып табылады. 682 жылы Қытайға қарсы көтеріліс нәтижесінде құтлық қағанаты қайта қалпына келтірді. Орталығы бұрынғыдай өткен аймағы. Алтын ғасыры Қапаған қаған, Білге қаған, қолбасшы Күлтегін және даңқты кеңесші Тоныкөк үштігі билік еткен кез болатын. Бұл тұлғалар қағанаттың саяси және де әскери қуатын арттырып, Қытаймен терезесін теңестірді. Аумағы Қазақстанның шығыс бөлігі, Орталық Азия, шығыс Түркістан, оңтүстік Сібір жерлерін қамтыды. Түркі өркениетінің ең маңызды мұрасы Архан Енесей жазуымен жазылған ескерткіштер. Білге қаған, Күлтегін, Тоныкөк құлпытастары осы кезеңге қатысты. Бұл жазулар түркі халқының ең тұңғыш жазба деректер болып табылады. 344 жылы Білге қаған қайтыс болғаннан кейін қағанаттың ішкі әлсіреуге ұшырады. Осыны пайдаланған басқа түрік қаған тайпалар, ұйғырлар, қарлықтар және басмалдар одағы шығыс Түркістан қағанатын толықтай талқандаған болатын. Түргеш қағанаты 304-356 жылдар аралығы. Батыс түрік қағанатының орнына Жетісу аумағында құрылған мемлекет. Негіздің қалаушысы Үшлік қаған. Ол батыс түрік қағанатының құрамында түргеш тайпаларының көсемі болған. Қытайдың ықпалынан арылып, Жетісуда өз билігін орнатқан болатын. Негізгі аумағы Жетісу, шығыс Түркістан және Тұрфан қалаларына дейінгі аралықта қамтыды. Үлкен ордасы Суеп қаласы, ал кіші ордасы Күнгіт қаласы. Түргештер екі үлкен топқа бөлінді: сары түргештер және қара түргештер. Түргеш қағанаты ең күшейген кезеңі және тарихи маңызды тұлғасы ол Сұлу қаған. Батыстан араб халифатының Орта Азияға енуі және де шығыстан Қытайдың Таң империясының экспансиялық саясаты, солтүстік-шығыстан шығыс түрік қағанатының ықпалы. Сұлу қағанның саясаты ол Сұлу қаған Орта Азиядағы жергілікті халықтардың арабтарға қарсы күресін қолдаған болатын, және ол бірнеше ірі шайқастарда арабтарға күйреті соққы беріп, оның ерлігімен шайқаста өзінің тікелей қатысуына байланысты арабтар оған сүзеген немесе мүйіздік қаған деген лақап ат берген. Шығыстағы қауіпті бейбіт жолмен шешуге тырысты. Қытайдың Таң империясымен де шығыс түрік қағанатымен де құдандастық және де неке құдандалық байланыс орнаған болатын. Атлақ шайқасы түргеш дәуірінің ең маңызды оқиғалардың бірі. Қытайдың Таң әскері Жетісуға басып кіріп, Суепті басып алады. Осы кезеңде оңтүстіктен келген араб әскері Қытай әскері Талас өзенінің бойында Атлақ қаласының түбінде кездесті.
бұл шайқаста Қытайдан төперіш көрген түргештер мен қарлұқтар арабтар жағында соғысып, әсіресе қарлұқтар шешуші сәтте Қытайдың тұсынан соққы беріп бұл соғыста жеңіске жеткен болатын. Нәтижесінде Қытай әскері жеңіліске ұшырап, Таң империясы жетісу жерінен Орта Азиядан біржолата бас тартқан болатын. Бұл жеңіс Орта Азияның Қытай ықпалынан азат болуына және бұл аймақта ислам өркениетінің нығаюына жол ашқан болатын. Сұлу қаған өлгеннен кейін сары түргештер мен қара түргештер арасында 20 жылға созылған күрестер болды. Бұл қағанатты әлсіретті. Екіншіден, қарлұқтардың келуі ішкі қайшылықтар мен арабтармен соғысқа байланысты әлсіреген түргештерге 746 жылы Алтай мен Тарбағатай жерін мекендеген қарлұқтар басып кірген болатын. 756 жылы қарлұқтар түргеш қағанатын құлатып, жетісуды өз биліктеріне алған болатын. Қарлұқ қағанаты құрылған уақыты 756. Бастапқыда қарлұқтар Алтай мен Ертіс алабын мекендеген. 742 жылы ұйғырлармен бірігіп шығыс түрік қағанатын құлатқаннан кейін ұйғыр қағанатының қысымымен 746 жылы жетісуға қоныс аударды. Қағанаттың құрылуы олар жетісудағы әлсіреген түргеш қағанатының билігін 756 жылы толығымен өз қолдарына алды. Аумағы Жоңғар Алатауынан басталып Сырдарияның орта ағысына дейін, соның ішінде Жетісу мен оңтүстік Қазақстан бір бөлігін қамтыды. Астанасы Суя бұрынғы түргеш қағанатының астанасы. Кейінірек астана ретінде Баласаң қаласы болды. Ал Тараз қаласы мәдени маңызы сауда және әкімшілік орталықтардың бірі болды. Мемлекет басшылары алғашында жабуы деп аталды. 840 жылдан кейін қаған лауазымы қабылданды. Тарихи маңызды оқиғаларға келсек, Атлах шайқасы. Қарлұқтар өз мемлекетін құрғанға дейін 751 жылғы болған шайқаста түргештермен бірге Қытайдың таң әскеріне қарсы арабтармен бірге соғысқан болатын. Шайқастың шешуші кезеңінде қарлұқтар Қытай әскерінің тылынан соққы беріп, олардың жеңілуіне зор ықпал етті. Қарлұқтар шығыстағы негізгі жауы ұйғыр қағанатымен ұзақ жылдар бойы соғысқан болатын. 840 жылы қарлұқтар Енесей қырғыздармен бірігіп ұйғыр қағанатын талқандады. Және осы жеңістен кейін Қарлұқ қағаны қаған өзін Білге Күл Қадырхан деген лауазымға ие болды. Қаған батыста араб халифатымен шекаралас болды. Саманилер ислам дінін тарату мақсатымен Қарлұқ жерлеріне, әсіресе оңтүстік қалаларына, Спиджап, Тараз қалаларына шабуыл жасады. 893 жылы Самани билеушісі Исмаил ибн Ахмет Тараз қаласын басып алған болатын. Жабғу мен тайпа көсемдерінің арасындағы үздіксіз билік үшін талас-тартыстар орталық билікті әсіретті. Қағанаттың әлсірегенін пайдаланған Қашқардың түркі билеушілері, яғни Машагіл тайпаларының көсемдері шабуыл жасады. 940 жылы олар Қарлұқтар астанасы Баласаңды басып алып, Қарлұқ қағанатын құлатқан болатын. Қарлұқ қағанаты батыс түрік және түркеш қағанаттарының мемлекеттерінің дәстүрлерін жалғастырушы. Этникалық негіз қырғыз, өзбек, қазақ сияқты Орта Азиялық және қазақстандық түркі халықтарының этникалық қалыптасуына зор ықпал етті. Ұлы Жібек жолының Жетісудағы бөлігін бақылауда ұстап, сауданы дамытты. 20-дан астам қала мен қыстақтарды
салған болатын. Жартылай көшпелі және отырықша мәдениеттер қалыптасты. Қарлық қағанатының орнына Қарахан мемлекеті Орта Азиядағы түркі халықтарының тарихындағы жаңа кезеңді бастаған болатын. Оғыз мемлекеті. Оғыздар бастапқыда Жетісуды мекендеген болатын, алайда 8 ғасырдың жартысында қарлықтардың қысымымен және ішкі қайшылықтардың себебінен Жетісудан Сырдарияның төменгі ағысымен Арал теңізінің маңына қоныс аударады. Осы жерде олар жергілікті печенегтерді ығыстырып өз мемлекетін құрған болатын. Аумағы Сырдария өзенінің орта және төменгі ағысы, Арал теңізінің солтүстігі, сондай-ақ Каспий мен Жайық өзенінің аралығын қамтыды. Астанасы Еңгекет, Жаңа Грузия деп аталды. Сырдария бойында орналасқан ең ірі сауда орталығы әрі жабудың қысқы резиденциясы болатын. Жоғарғы билеуші лауазымы жабудың мұрагері Енал, олардың тәрбиелеушісі Атабек деп аталды, ал әскер басшысы Сүйбашы деп аталған болатын. Тайпалық құрамы. Оғыздардың құрамына 24 тайпа кірді деп Қашқаридың дерегінде келген болатын. Олар екі ірі экзогамды топқа бөлінді. Бұзық және үшік мұздықтар жоғары артықшылықтарға ие болды. Шаруашылығы, мал шаруашылығы. Отырықшылар ол Сырдария бойында Жен, Сауран, Сығанақ, Фарап сияқты қалалар болды. Бұл қалалар Ұлы Жібек жолында орналасып және сауда және қолөнердің дамуына зор ықпал етті. Бастапқыда тәңірлік және де бақсы-балгерлік сенім болды. 9-10 ғасырлардан бастап қалалық орталығы арқылы ислам діні ене бастаған болатын. Қазақ қағанатын талқандау. Оғыз жабуы кейбір өзінің кінәсі Святославпен әскери одақ құрып Қазақ қағанатын талқандады. Бұл одақ сауда-экономикалық мүдделерін арттырған болатын. Орыс кінәздерімен бірлесіп Еділ Бұлғариясына шабуыл жасады. Бұл жеңістер Оғыз мемлекетінің саяси күшін арттырды. Оғыздардың құрамына бір тайпалық топ қынықтардың көсемі Сұлжық мемлекет ішіндегі билік үшін күресте жеңіліп, оңтүстікке Мауреннахрға көшіп, кейін Хорезм, таяу шығыста үлкен империя құрды. Оғыздың соңғы ірі билеушісі ол Шах-Малик Жабғу. Ол 1041 жылы Хорезмді жаулап алды, бірақ 1043 жылы Сұлжықтардың қолынан қаза тапқан болатын. Құлдырау себебі ол ішкі феодалдық талас-тартыс пен билік үшін күрес, жабудың қатал саясаты, алым-салықтардың көптігіне қарсы шыққан тайпалардың көтерілісі, шығыстан күшейіп келе жатқан қыпшақ тайпаларының үздіксіз шабуылы. Оғыздардың бір бөлігі қыпшақтарға сіңісіп кетті. Екінші бөлігі Кіші Азияға, Кавказға, Қара теңіз маңына қоныс аударып, Түрікмен, Әзірбайжан, түрік халықтарының этникалық негізін қалады. Қазақ халқының этникалық құрамына кейбір тайпалар, мысалы қазақ руларының бір бөлігінің қалыптасуына зор ықпал еткен болатын. Ұйғыр қағанаты 345-340 жылдар аралығы. Орталық Азияның шығыс бөлігінде моңғол үстіртінде шамамен бір ғасыр өмір сүрген түркі тілдес тайпалардан құрылған ең ірі мемлекет. Қалыптасуы ұйғыр қарлық басмал тайпаларының үштік одағы екінші шығыс түрік қағанатын құлату нәтижесінде құрылды. Үштік одақтағы күресте ұйғырлар жеңіп, билікті өз қолына алған болатын. Аумағы Алтай тауына